Temir жолдың жәндегі несі қызметкерлеріне рахмет айтамын. Неге десе біз кірген кезде жәндегі бізге жайымызды қылып, жай жапсар түсіндіріп, абыржытпай, апай мынау қазіргі уақытта мынау пойыз келеді, мынаған мінесіздер, мына жерге барып, анау мектепке барып, жәндегі мал сойылып жатыр, тамақ дайындалып жатыр, сояққа барыңыз біз сопровождение қылып апарды. Өте мыңда бір рахмет айналайын. Мен айтамын, негізі біздің жәндегі темір жолда жүрген қызметкерлердің барлығы өте ұйымшыл екен. Оның ұжымының несі жаңағыдай бастығының өзі керемет ұйымдастыруымен арқасында өстіп зор жеңістерге жетіп отыр. Сол түскен бәленбай халық, мысалы жаңыз біз емес, қанша халық болса барлығын жәндегі не қылып жайластырып, бәріне алдына шай суын әкеліп, қызметін қылып, даже үйге 10-10-дан бөліп жатырды ғой бізге. Келді ғой біз, мен бармадық үлкен кісі болғаннан кейін. Қасыммен балам болды, шалым болды, немерем болды, біз барамадық. Бірақ қалғанның барлығы жаңағы темір жолдың қызметкерлері, басшысы мына үйге 10 адам, мына үйге 10 адам бізде бөлді. Бөлмегеннің өзі мектепке апарып, жаңағыдай қазан қалауын түсіріп жегізіп жатыр. Рахмет сіздерге. Жұмыстарың жемісті болсын, өсіңдер, өндір, көбейіңдер. Сіздердің қатарларың жастар көбейте берсін. Жастарға тәлімдер бере беріңіздер. Сіздер сияқты болсын, сіздердің де асып өтсін. Мына қыздарға да рахмет айналайын. Бәрі де өстіп жайнап жүре беріңіздер. Оразаның ішінде шынында тегімді айтып тұрмын. Өсіңдер, өндір, көбейіңдер. Әрдайым осы жерде жәндегі нандарыңды адал теріп жүре беріңіздер. Рахмет. Ашық заманымыз тыныш болсын. Жақсы айналайын. Жақсы, жолыңыз болсын.